Қазақстан Республикасының экология, геология және табиғат ресурстары министрлігі Жасыл Қазақстан және су ресурстарын басқаруға байланысты екі ұлттық жобаны қолға алу мақсатында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасымен әзірленген Жасыл Қазақстан ұлттық жобасын іске асыру үшін 7 негізгі бөлімнен тұратын Жасыл Қазақстан ұлттық жобасын ұсынды. Гүл өсірудің қыр-сырын үйрету арқылы жаны нәзік, қайырымды, рухы биік, іскер, табиғатқа жанашыр, салауатты адам тәрбиелеуге жағдай жасау арқылы өлке өсімдігін тануға, зерттеу және пайдасы туралы танымдық ойлау қабілеттерін дамытуға, оларды күтіп баптауға тәрбиелеу мақсатында Жасыл мектеп жобасы аясында бастауыш сыныптарда жыл сайын дәстүрлі гүлзар фестивалі өткізілуде. Осы орайда ата-ана, мектеп және оқушы үштік одақтың дәстүрлі гүлзар 13 фестивалі ашық ауада ұйымдастырылды. Мектеп ауласын абаттандыруға өз үлестерін қосуда. Жасыл мектеп бағдарламасы бойынша мектеп лицейіміздің ауласын қажетті деңгейде көгалдандыру оқушының эстетикалық талғамының өсуіне, еңбекқорлық пен оның қоршаған ортамен қарым-қатынасының жақсы болуына ықпалын тигізетін белгілі. 2009 жылдан бастап қарқынды жүргізіп келе жатқан бұл бағдарлама жас ұрпақтың бойына қоршаған ортаға деген жауапкершілік қатынасын қалыптастыру, өсімдік әлеміне деген қызығушылығын арттыру, қалдық заттарға екінші өмір сыйлау мақсатында ұстаз, ата-ана, оқушы үштік одағы аясында абаттандыру 2009 жылдан бастап отырғызылған жеміс ағаштары бүгін күнде бүлдіршіндер мен оқушыларға өз жемісін беруде. Дәстүрлі гүлзар 13 фестивалі 1Г сыныбы қалдықтарға екінші өмір сыйлау мақсатында мектеп ауласына көгалдандыру жұмыстарын жүргіздік. Біз 1Г сынып ата-аналары мұғаліммен, ата-аналармен, оқушылармен ақылдаса келе дәстүрлі гүлзар 13 фестиваліне күннің бейнесін жасауды шештік. Бұл жер біздің балаларымыздың білім алатын, өсіп жетілетін жері болғандықтан мектептің алдын көгалдандыруға өз үлесімізді қоссақ дедік. Бұл біздің сыныппен жасаған күн бейнесі. Бұл бейнені жасауға мұғалім, ата-аналар, оқушылар болып бірге жасадық. Бұл жұмысқа 2 күн уақыт кетті. Бірінші күні керекті заттарды жинадық. Яғни бізге тас, қиылған ағаштар, краска керек болды. Тастарды көл жағасынан жинап әкелдік. Красканы әр қайсымыз үйдегі қалды краскалардан жинастырдық. Екінші күні жерімізді дайындап, бірімізді тастарды қойдық. Біріміз боядық. Біріміз ағаштардан мына диірменді жасадық. Ал балалар гүл егіп диірменге сурет салды. Біздің сыныппен жасаған күн бейнеміз осындай кезеңдерден тұрды. Табиғатты қорғау үшін бәріміз күресейік, бір ағаш егейік. Текке отырмай, жасымыз бен кәріміз таза ауа үшін терімізді төлейік. Табиғатты аялайық, біз одан жақсылықтың аямайық. Анадай аясында жадырап, жас балашам демалайық. Қарағанды облысы білім басқармасының, Балқаш қаласы білім бөлімінің, Алихан Бөкейхан атындағы номері 15-ші мектеп-лицей, Гүлзар 13-ші фестиваль, 1-ші Б сынып ұжымы. Мақсатымыз қалдық заттардан мектеп ауласын безендіру. Біз сынып оқушылары мен ата-аналарымен бірігіп құмырадан төгілген суды бейнелейміз деп шешім қабылдадық. Ең алдымен әртүрлі пішінді тастарды әкелдік, содан соң ескі шыналарды жинадық. Ата-аналар өз үйінде бар түрлі түсті бояулар мен қылқаламдарды алып келді. Бізге бұл жұмысты жасап аяқтауға 2 күн уақыт кетті. Бірінші күні судың шектеулерін қойып бейнеледік. Суды
бейнелеу үшін тастарды көк түсті бояумен боядық. Сыныппен күн жылығында осы құмараға гүл отырғызамыз. Безендіру үшін судың жан-жағына гүл отырғызу мақсатында шиналардан құмыра жасадық. Шина құмыраларды жасыл түспен бояп жан-жағына жасыл тастармен қоршадық. Біз шинадан аққудың бейнесін жасап орнаттық. Қаншама еңбек, қаншама тер, кейде аспан, кейде жер, кейде айға, кейде жұлдызға, есіме алып бәрін тарқатамын шер. Қаншама еңбек, қаншама тер, кейде аспан, кейде жер, кейде айға, кейде жұлдызға, есіме алып бәрін тарқатамын шер. Қаншама еңбек, қаншама тер, кейде аспан, кейде жер, кейде айға, кейде жұлдызға, есіме алып бәрін тарқатамын шер. Қаншама еңбек, қаншама тер, кейде аспан, кейде жер, кейде айға.